Қызылшаның пайдасы. Жер жаһанды өзінің қанат тұсымен білдіріп жүретін біріміздің сүйікті, енді біріміздің ауызға ала алмайтын көкөністеріміздің бірі қызылшаның құпиясын бірге ашайық. Видеоны соңына дейін көріңіз, сіз естіп білмеген ақпараттар болуына 100% сенімдімін. Достар, біздің каналда 87% адамдар арнаға тіркеліс қарайды екен. Егер сол видеоны көріп отырсаңыз, қазақша контентті қолдап, каналыма тіркеле кетуіңізді сұраймын. Сіздің болмаш ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Тарих беттеріне көз жүгірсек, жабайы қызылшалар ежелден бері адамзаттың сенімді серігінің рөлін атқарып келеді екен. Біздің заманымызға дейінгі 2000 жылдары қызылшаның жапырақтары көкөніс ретінде және әртүрлі ауруларға шипа болатын дәрі ретінде пайдаланылған. Қызылша аты аталатын ежелгі құжат ретінде Вавилон патшасы Меродах Баладаның бақшасына егілетін өсімдіктердің тізімін атауға болады. Көп ғалымдар қызылшаның отаны Вавилон деген қорытынды жасап жатады. Аталған жазбада қызылша жергілікті көкөніс емес, Сириядан әкелінген деп айтылады. Сосын келе қызылша Азия халықтары мен жерорта теңіздеріне таралып кетеді. Халық медицинасында дәрі-дәрмек ретінде қызылшаның жапырақтары ғана емес, тамырларында пайдаланғандығы Гиппократ және Аристофан Феофраз еңбектерінде дәлелденген. Қызылшаны Аполлон құдайына құрбандыққа шалған ежелгі гректер оны өте жоғары бағалаған. Алғашқыда асқа тек қызылша жапырақтарын қолданған. Қызылшаның өзі улы көкөніс саналған көрінеді. 14 ғасырда қызылшаны солтүстік Еуропада да өсіре бастады. Қызылшаның құрамында көмірсулар, жасұнық, калий, фосфор, кальций, магний, темір, мырыш, А дәрумендер негізі С, B1, B6, Е дәрумендері, яғни фолий қышқылы бар. Сондай-ақ қызылша ағзаны тазалайды, шаршағанды басады, қаназдықтың алдын алады, қатерлі ісіктен қорғайды. Жинап алған бойда пісірген қызылшаның емдік қасиеті бар. Ол жасы ұлғайған, гипертония және бауыры ауыратын, іші қатқан адамдарға пайдалы. Әсіресе қызылша шырының пайдасы ұлан асыр. Қызылша шырымен бәріміздің күрделі мәселеміз саналатын баспа ауруын, яғни ангина ауруын емдеуге болады. Мысалы, ол үшін бір стақан қызылша шырына біраз қасық балды қосыңыз да, дайын болған қоспамен күніне 6 рет тамағыңызды шайыңыз. Сонымен қатар, қызылша шырыны өт жолдары мен ішектерді тазартып, асқазанды емдейді. Асқынып кеткен жаралар мен өзге де қабынған теріні таңып тастауға болады. Ендеше, қызылшаны сүйіп жейтін адамның жалпы портретіне назар салайық. Мысалы, ол ақылды болуы мүмкін, себебі қызылша йод көп, ал онсыз есте сақтау қабілетінің жақсы, ой-өрісі мен зейінің жоғары болуы мүмкін емес. Беті алқызыл, себебі қызылша темірдің сіңуіне әсер етеді. Сондықтан қызылшаны ұнататын жандардың бет әлпетінің бозарғанын байқамаймыз. Ол төзімді. Қызылша адамның физикалық төзімділігін арттырады екен. Ғалымдар қызылша шырының қан тамырларын кеңейтіп, қан тарауын күшейтетін дәлелденген. Демек, бұлшық еттерге ауа түсуін арттырады. Мамандар тәжірибе жүргізіп жаттығу алдында 70 мм қызылша шырының ішу денеге түсер салмаққа төзімділікті 16%-ға ұлғайтатынын анықтаған. Оның шашы қалың. Қызылшаны сүйіп жейтін адамдардың шашы жылдам өсіп, қалыңдап, жылтырай түседі. Оған қызылша қабығының астында көп мөлшерде кездесетін Б дәрумені ықпал етеді. Ол бұлшық етті. Қызылша бұлшық ет массасын арттыруға көмектесетін магний мөлшері көп. Ол сымбатты. Қызылша құрамында зат алмасуын жылдамдатып, артық сұйықтықты шығарып, артық салмақтың арылуға себебін тигізетін ерекше заттар кездеседі. Сонымен, қызылша қандай ауруларды жазуға көмектеседі. Мысалы, қан қысымы. Зәр айдайтын әсеріне байланысты қызылша шырыны қан қысымын төмендетеді. Ал құрамында көп мөлшерде кездесетін кальций себепті қызылша жүрек ауруларына зардап шеккен адамдардың астма әсерінен табылуы тиіс. Іш қатуы. Қызылшадан жасалған тағамдарды іш жүргізетін құралдарға
балама ретінде қолдануға болады. Бірақ қызылша шырынын пайдаланғанда абайлаңыз, нәтижесі сіз күткеннен де артық болуы мүмкін. Бас жазу. Қою қызыл көкөніс бауыр қызметін жақсартып, оны улы заттардан қорғап, организмнен зияны заттарды шығарады. Асқазандағы ауырлық, әсіресе ол жаншылған шошқа етіне байланысты. Қызылша ақуыздар мен майлардың қорытылуына көмектеседі. Сонымен қатар тұмау. Қызылша қабынуға қарсы әсерге ие, сондықтан бұл көкөністің шырынның тұмау дегенде мұрынға тамызады. Сонымен қатар баспа көмейдің қабынуы, жұтқыншақ қабынуы орын алғанда тамақтың шаю үшін қолданады. Егер сізде төменде аталған дерттер болса, қызылшаны көп қолданбағаныңыз абзал. Ендігінде қызылшаны қалай тез пісіруге болады деген сұрақ туындауы мүмкін. Ендеше сол сұрақты қарастырып көрейік. Мысалы, қызылшаны пісіргенде ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Ол дәрумендердің жоғалуын азайтады. Көкөністің толықтай суға батып тұруын қадағалаңыз. Ол пайдалы заттардың ыдырау процесін баяулатады. Суға тұз салмаңыз. Ол қызылшаның пісу уақытын ұзартады. Тіпті қызылша піскеннен кейін де қатылау болуы мүмкін. Сонымен дайын тағамды тұздағаныңыз жөн. Түбін кеспеңіз және сабағын толықтай кеспей бірнеше сантиметрін қалдырыңыз. Әйтпесе, қызылша түсін жоғалтып, дәмі су татып кетуі мүмкін. Қызылшаны пісу уақытын жылдамдату үшін суға біраз қасық қант салыңыз, немесе өсімдік майын құйыңыз. Екеуі де қайнау температурасын жоғарылатады. Егер ыдысты бұлғаудан қорықсаңыз, қызылшаны полиэтилен пакетке салып пісіріңіз. Ол көкөністің дәміне, пісу ұзақтығына әсер етпейді. Егер қызылшаны тазаланған не туралған күйінде пісірсеңіз, суға біраз сірке су қосыңыз. Өйткені көкөністің түсін жоғалтпау үшін қажет. Достар, видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, жақындарыңыз бен достарыңызбен бөлісіңіз. Ауырып емізгенше ауырмайтын жол іздейік.